Яги Лайф Қаңғырбастар фаворит және фаворит жуниор командалар өнер көрсеткен финалдық ойын Эстрада театры мәдениет үйінде ұйымдастырылды. Биылғы жылы Степногорск қалалық лига сайыстарында жалпы саны 15 команда өнер көрсетіп, бақтарын сынға салған. Әрбір ойындар сайын іріктеліп, үздік шыққан жайдарманшылар ғана ақтық мәреге жеткен. Биылғы жылдың ең басты ерекшелігі бізде жайдарманшылар колледжден ғана емес, сонымен қатар мектеп оқушылары және де басқа өңірден Астана, Қарағанды өңірінен келіп жатыр. Шағын шақырымызда қазақша КВН ойындарын дамытып, жастарымыздың жан-жақты дамуына қолдау көрсетуге негізделген сайыстар барысы соңғы жылдары игі дәстүрге айналып отырған жайы бар. Оның қамтитын ауқымы да кеңейіп, бұл жолғы ойындарда өзге де қалалардан келген командалар өнер көрсетуде. Олар елорданың намысын қорғап келген Яги Лайф жайдарманшылары. Бір жыл бұрын бастадық. Бейбарыс командасы 12 жылдығынан бірінші шақырды, келдік. Бірінші орын алдық ол кезде. Содан кейін басталып кетті. Бақытбек өзі шақыра бастады, маусым ашаға келдік, ойнадық. Бүкіл ойындарға бірінші орындармен өтіп жүрдік. Солай финалға жеттік. Ұйымдастыру жағы өте көп көмектесуде. Барлығына ризамыз, рахметімізді айтамыз. Үш кезең бойынша өткізген финалдық бәсекеде ең алдымен командалар сәлемдесіп өтсе, келесі сайыста оларға киномания кезеңінде танымал бейне материалдарға дубляж жасау жүктелді. Ал соңғы еркін сайыста шығармашылық өнерлерге бағалар берілді. Өте тартысты өтіп, барша көрерменге керемет көңіл-күй сыйлаған ойын соңында үздіктер анықталды. Өкінішке орай, финалда өнер көрсеткен жалғыз мектеп командасы жүлдеге ие бола алмады. Үшінші орын фаворит командасы, екінші орын астаналық қонақтарға берілсе, 2018 жылғы Степногорск қаласы лига ойындарының жеңімпазы ретінде фаворит жуниор командасы деп танылды.